Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өзбек халқының ұлттық тағамы палауды қазанда пеште жасайтын боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Ең алдымен етімізді ірі көлемде турап шығамыз. Менде сиыр еті. Сонымен қатар пиязымызды турап дайындап аламыз. Қыздырылған қазанға 2 стакан сұйық майды құйып, қыздырып, пияз салып, сарғайғанша қуырып аламыз. Қуырылған пиязымыздың үстінен еттерімізді салып, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Қазанның қақпағын жауып, 40 минут көлемінде етімізді өз суында баяу отта пісіреміз. Ет піскенше күрішті дайындаймыз. Менде палауға арналған сопақша дәнді күріштер. Күрішті суы ағарғанша 4-5 қайтара жуамыз. Үстінен салқын су құйып, бұқтырып қоямыз. Сәбіздерді дайындаймыз. Қиғашынан, ұзынынан турап шығамыз. Сонымен қатар бір чеснокты ашып, видеода көрсетілгендей турап шығамын. Қырық минут өткеннен кейін еттің үстінен сәбіздерді, чеснокты салып 3-4 минут көлемінде қуырамыз. Сәбіздеріміз толығымен қуырылды. Байқасаңыздар, майдың түсі осылай сарғаяды. Сәбіздеріміздің үстіне зира саламын. Жарты шай қасық куркума және 1 шай қасық тұз салып жақсылап тұрып араластырамын. Ендігі кезекте үстінен күрішімізді салып, ортасына чесногымызды орналастырамыз. Жайлап, үстінен қайнаған ыстық суымызды құямыз. Су күрішті 1-1,5 см жауып тұруы қажет. Осы жерде сорпасынан тұзын байқасаңыздар болады. Егер жетпесе, сеуіп салып жіберіңіздер.
Қазанымыздың бетін жауып, баяу отта 20 минут көлемінде пісіреміз. Піскеннен кейін қазанның бетін бірден ашпай 10-15 минутқа орап қоямыз. Біздің палауымыз дайын. Қазанның бетін ашып, палауды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Күріштері жеке-жеке рассыпчатый болып пісті. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Сол себепті арнама тіркеліп, барынша қолдап жіберіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.